Алтыншы, жер жүзінде обаға ұқсас, әртүрлі дерт аурулар өте көп болады дейді. Яғни қазір жұқпалы аурулар көп қой, мысалы өткенде көрдік, бәріміз куә болдық. Мысалы коронавирус болды, басқа болды, құс тұмауы болды, басқа болды, неше түрлі аурулар шықты, жұқпалы аурулар. Қанша адам қырылып кетті мысалға. Соның бәрі ақзаман жақындағы белгісі ғой. Жетінші, туылғанға қарағанда өлуші көп болады дейді. Мысалы қарасаңыз қазір қырылып өледі, мысалға бомбаны тастап жатады, білмедім қырылып қалады сондай. Бір мемлекетке сондай. Аштықтан қырылып жатыр Африкада мысалы адамдар, қанша адам соғыстан қырылып жатыр, мысалы неден жаңағы Палестинада қанша адам қырылды мысалға, қатар неде жаңағы Газада. Сегізінші, дүниеде еркектерден әйелдердің есептік артық көп болады дейді. Мысалы қарасаңыз Қазақстанда қазір бір еркекке 5 әйел ме тура келеді дейді. Қазақстанда 5 әйел ме 8 әйел ме тура келеді дейді. Ойларда еркекке қарағанда әйелдің саны көп болады дейді. Сонда бір еркекке 5 әйел қазіргі заманда 5 әйел ме 8 әйел ме тура келеді деп айтады сонда Қазақстанда. 9-шы, кей жылдары тамақ ауқат ішіп жеу көп болады дейді, өте тоқтық болады дейді. Кей жылдары тамақ ауқат жейтін нәрсе болмай қалып, өте қатты аштық болады дейді. Мысалы қарасаңыз баяғы 32-ші жылдар қанша аштық болған, мысалы қанша қазақ, мысалға 3 миллион ба қазақ қырылып қалған, мысалға сондай. Қанша аштық болған, Қытайда да аштық болған, мысалға сондай. Көп жерде аштық болған ғой. Аштық болған. 10-шы, шығыс жақтан Яжуж Мажуж атты бір түрлі қауым шығып, жер жүзіне тарқалып, батыс жақтағы халықтарға оларды басып алып дейді, оларға үстемдік қылып басып алып дейді, оларға көп зұлымдық қылады дейді. Яғни шығыс жақтан шығады, Яжуж Мажуждың кітапта, Құранда бар ғой, Құранда айтып қалған Яжуж Мажуждың қауым солай таудың астынан шығады деп айтады ғой, неден Зұлқарнайын қамап тастаған ғой тауға. Құранда келеді осы Кахф сүресінде. 11-ші, одан кейін бір кәззап жалғаншы шығады дейді. Көп адамдарды өзіне ертіп, өзіне ерген кісілерді жолдан шығарып, имансыздықты, күнәһарлықты, фасықты үйретеді дейді. Бұл кісіні Даджал деп аталады дейді. Даджал шығады деп айтылады мынау кітаптың уағызында. Даджал шығады дейді. Одан кейін 16-шы, Даджал халайықты адамдарды тура жолдан азғырып жүрген уақытта пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламның мұхтарама қызы Хазрат Фатима разиаллаху анха нәсілінен шыққан, яғни пайғамбарымыздың ұрпағынан шыққан дейді, сәйіттерден шыққан Мұхаммад атты бір ізгі кісі, салих ізгі кісі шығып, халықты уағыз насихатпен фасықтан, күнәһарлықтан, имансыздықтан тыяды дейді. Сөйтіп жақсылыққа, әділдікке қызықтырады дейді. Соны тартады дейді адамдарды дейді. Және әскер жинап, Даджалдың қауымына қарсы соғысады дейді. Бұл кісіні Махди деп атайды, имам Махди деп атайды. Яғни бізде Махди келеді деп айтылады, жаңағы ақырзам жақындағанда, сол имам Махди. 13-ші, сол заманда дейді, аспаннан Хазреті Иса алейхиссалам жер жүзіне түседі дейді. Хазрет имам Махди жағына жәрдем беріп, сол соғыста Даджал өледі дейді, халақ болады, өледі дейді. Әскерінің көбісі де өледі дейді, халақ болады дейді, құриды дейді. Қалғандары жиналып Хазрет Иса алейхиссаламның және имам Махдидің үкімдеріне бағынады дейді. Одан кейін 16-шы, сол заманда Иса алейхиссалам мен имам Махди әділеттікпен үкімет құрады дейді. Сол себептен халайықтар, адамдар бірнеше жыл бойы жақсылықта, бейбітшілікте өмір сүреді дейді. Ол заманда жер жүзінде өте тыныштық, бейбітшілік болады дейді. Және жақсы амалдарды қылушы, жақсы адамдар өте көп болады дейді. Жаман істерді қылушы, күнәһар адамдар өте аз болады дейді. 15-ші, сол заманда мемлекеттің қазына мал мүлкіне өте
өте көп берекет, артықшылық, жаңағы берекет пайда болады дейді. Әрбір кісі өте бай болады дейді. Әрбір кісі өте бай болып дейді. Тіпті дейді, сондай мәртебеге, сондай дәрежеге жетеді дейді. Адамдар байыған соншалық дейді, жер жүзінде зекет садақа алуға алатын кедей кісі табылмай қалады дейді. Сол 17-ші 16-ші осылайша дейді, осылайша әділеттік пен тыныштық, бейбітшілік заманы болып, одан кейін халайық тура жолдан тағы да шыға бастайды дейді. Тура жолдан тағы да тай бастайды дейді. Күнә істерді қылуға және адамдар кәпір болуға бет бұрып, имансыз және күнәһар адамдар көп болады дейді.